балам 3 жаста, атын азан шақырып қайта қойсам бола ма? Жоқ. Атын өзгертсең де, атынды қалдырсаң да, кейін азан айтудың қажеті жоқ. Телефонмен дем сала ма дейді. Кешемеді бір кісі айтады, бір молдаға дем салдырдым дейді, соны 2 рет. Үшінші рет салсам, айтты, видеомен звондай салсам, WhatsApp-пен салып жіберем деп айтты дейді. Сол дұрыс па деп менен сұрап жатыр да. Қазір енді заманауи сондайды көбейіп кетті WhatsApp-пен салатындар. WhatsApp-пен, содан кейін барып Telegram-мен, Лев Туров, Павел Дуровтың Telegram-мен, содан кейін барып YouTube-пен, Instagram-мен дем салынбайды. Бұл кішкене өтіріктеу нәрсе. Енді тарихта бар, мен білем, бір кісіні шетелде тұрады, салатындарды білем. Бірақ енді ол сондай дәрежеде кіршіксіз адам, мен оны анық білем. Оның өзі айтады, кішкене ауырлау, өтіріктеуге жақындау қауіпті нәрсе ғой жаным. Аға, үйге кіргендегі оқылатын, дәретханаға кіргенде оқылатын дұғаларды наклейка қылып жабыстырып қойса бола ма? Болады. Кірген кездегіні, сыртқан кездегіні, бірақ кірген кездегіні есіктің сыртына жабыстырып қойсаң, сәсеттердің бәрі оқып, мыналар секта деп ойлап қалады. Сен сол кірер кездегі дұғаны есікті ашасың, ашқан кезде ішіне жабыстырып қой, өзің оқитын. Туалеттегіні сыртына жабыстырып қой. Ішінде оқитынды да сыртына жабыстыр. Отырып алып, есікке қарап, отырып, соны дұға оқып, унитазның үстінде оқып отырма, Құдай өлді, бітті онда. Дұрыс емес ол. Зиратта аутау деген не дейсіз? Зиратта қасқылауды бола ма? Таза күйде тұрса болады. Терапия, медитация күнә ма? Жоқ, күнә емес. Мысалы, өлеңде, белгілі бір мөлшерде, одан кейін жаңағы Құранның дауысы да, зікірлер де, белгілі бір ноталар да адамға не береді? Медитация береді. Бірақ медитация деген сөз қолды битіп алып, битіп, мантра оқып алып, битіп, айға, түнге қарап битіп отыру емес. Ол қате болады. Қайырлы кеш, умраға қандай тиімді түрмен барса бола ма? Сіздер бармай жатқан нәрсеге неге тиімді іздейсіздер? Өзіңіз ойлайшы. Тиімді деген сөз ақша экономдау деген сөз. Сен қалай төлейсің, сонда условие береді саған. Мысалы, сіз елдің бәрі 1 миллионға барса, сен 500 мыңға апарам дейді. 500 мыңға апаратын фирманың қызметі де сондай болады. Условиесі де солай болады. 500, мысалы, 1 миллион беретін фирманың, талап еткен фирманың, ол қайда қалтасын салмайды оны. Ол гостиница алады саған. Саған лайықты әппақ төсегі бар, тамағы жақсы, тамағының ішінде тараканы жоқ, кішкене бір үсті таза, үсті күс емес адамдар саған тамақ жасайды. Сенің алғаның лайық, өзің арзан аласында, содан кейін бәрін телеграмға саласыңдар. Мына фирма мен алдап кетті, бәленбай travel деген мен алдап кетті деп. Өткенде осы ана бір фирмамен проблем болғанда президент те соны айтты. Адамдардың өздерінің де сенгіштігі бар. Өзің өліп көрсеші, елдің бәрі миллионға апарады да, бұл неге 400 мыңға апарады? Значит, батпан құйрық неге айдалада жатқан құйрық деген сөз болады. Өзі лайықты болмай ма? Турын аласыз. Сондықтан мәселе сода. Сіздер анау арзандап экономдайтын жер емес бұл. Ондай жаның қиналатын болса бармай-ақ қой. Бұл жер кәдімгі, мысалы әсіресе ата-анасын жібергендерге таң қалам. Ата-анасын салып жібереді, өз ақшаны экономдап сөйтеді. Олай не қыласың жаныңды қинап? Сен жағдайың жетсе жіберді, жаныңды қинамай, ол өз-өзіңді жасанма жаным. Өзіңді қинап, одан кейін ол үлкен кісілер қиналады, барып, жете алмайды, гостиницасы алыс. Мысалы, мен қазір тұрған гостиница, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітінен, Мәсжидул Ғамама 1, 2, 3 линия кейін тұрмын мен. Ортасы 1,5 километрге жақын, 1,5 километр. Мен өзім сонда 1,5 километр жүріп барам, мен жаспын. Ал енді аталар қалай жүріп барады? Өзіңіз ойлаңызшы. Сондықтан адам өзің качествосына қарай іс жасау керек. Наоборот, ең жоғарғысын жасап берсеші өзіңе. Өмірде бір-ақ рет барасың. Сол бір-ақ рет барған жерде, мысалы, сіз тойға барған кезде, немесе неке қидырған кезде, жаңағыдай айтып отыр ғой, сізге ғана неке қидырғым келеді деп біреу жазып отыр ғой. Сол сияқты, сол өмірде бір рет баратын жеріңді бір дұрыстап барсаң болады ғой. Жоқ, экономдап, бүйтіп, қайырдан тиімді тура алсам екен, анадан сындырып қалып, мынадан сенен сындырам десең, фирма да сенен сындырғысы келеді. Ол да сенен сындырады, анау да сенен сындырады, солай болады. Олай жасама жан. Бұл кәдімгі кең мөлшерде жасалатын дүние.
қыз балаға кездесетін қыз балаға жар кездессін деп дем салса бола ма? Ақымақ сұрақ болса кешірім сұраймын. Жоқ жаным. Біреулер жаңағы осындай 1000 рет жауап бердіңіз ғой деп, немесе шыдай алмай өзі жауап беріп жататындар, жаңағы ұялмаңыздар сұрақтан. Сізге керек нәрсені сұраңыз. Сіз үшін мүмкін тыңдағандар үшін ол 1000-ші сұрақ шығар, бірақ сіз үшін бірінші сұрақ қой ол. Маған мен 1000 рет жауап берсем, мен 1001-ші рет сіз үшін жауап беруге өзім ризамын. Өйткені сізге бірінші сұрақ. Ал енді жар кездесетін дұға, жаным, дұғалар бар. Ең біріншісі Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген осы дұғаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да, оның алдындағы пайғамбарлар да, адам ата да оқыған дұға. Осы дұғаны оқыңыз көбірек. Бір. Екінші, дұға оқып отырмын деп отыра берме. Үйде келеді ғой бір өзі аппақ атпен, ол аппақ ат бұған негізі. Аппақ атты қазақтар сойып жеп қойды соғымға. Ол ақбоз ат кетті, жоқ. Енді ол жігіт уже шал болды сен келгенше. Сен де уже жасың келіп қалды уже. Сондықтан күтіп отыра берме, өзіңде бар. Өзі бар ғой, жыртың етіп жүрген соң айт, мен ал де. Мен сен жақсы әйел болам де. Мен басымды қатырма де. Мен ал де. Мен саған нәс киіңді де, елдің бәрі стиральныймен жуады де. Мен өлгенше сен нәс киіңді қолмен жуып өтем де. Сенен деп искеп қоям де нәс киіңді де. Сен жақсы көрем де. Тамағымды өзім істеймін де. Прямо айт оған. Болса болады, болмаса болмайды. Ол не ойлап қалады? Значит, бір нәрсесі бар ғой деп ойлап қалады. Уже ойлайтын біткен уже. Сол ойлап өтіп кете береді. Қой. Сөйт. Телефоннан бата береді дейді. Телефоннан енді қазір өткенде көріп қалдым, біреу бүйтіп тұрып Алан Чумақтың шәкірттері шыққанын көріп қалдық. Мен тамақ жеймін, сен қарын тояды деген сияқты әңгіме ол. Сіздер қарап отырыңыздар, мен тамақ жеймін қазір, бірақ сенің қарын тояды десе. Мен жеймін, бірақ сенің қарын тояды десе, сенесіз бе? Сол сияқты ғой енді. Таң намаздан тұра алмай подряд 4 уақыт намаз оқып жүрдім. Сосын балаларым өскесін оқимын деп қойдым. Кішкентайларым бар, ұйқым тыныш емес дейді. Жаным ау. Енді будильник бар, ертерек жат, дұға оқып жат, ниет қып жат. Ертең таңмен Құдайдың алдында сұралам де. Сол бағанағы айтқан 4 балаңды сол Құдай берген. Сен Құдайдың намаз, сол 4 балаңды алып қою Құдайдың қолында. Мына мен намаз оқиын десем, балаларым кедергі деп айтпаңыздар ешқашан. Осылай айттың ба, Алла тағала періште жіберіп тұрып, сол 4 баланың 4-өңді жан суырып алмасын. Өйткені Құдайдың берген ол. Атаң қазақ сөйтіп үйретті ғой саған. Менің балам емес, Құдайдікі Құдайдың берген деп. Өзіне алмады. Өздеріңізге алмаңыздар ондай. Енді пендешілік болып жатыр, баланы ортаға қойма. Ол бала кінәлі емес қой, мен кінәлімін де. Өзіңді ортаға қой. Менің ақымақтығым, пендешілігім. Мысалы, ертең тойға бару керек, или құдалыққа бару керек. Тұрасың ғой, тұрасың. Туалетке бару керек, тұрасың ғой, тұрасың. Қарның ашады, тұрасың ғой, тұрасың. Сонда сонша қадірі жоқ па намаздың? Омра қажылыққа шетелдің азаматтарын апаратын қандай компания бар? Барлығы апарады. Шетелдік дегенде бізде қазір Сауд Арабиясы виза бере береді. 2211 деген Хикмет Тревел компаниясы бар. Соған хабарласыңыз, 2211 колл-центр. Сол жерде айтып түсіндіреді. Ескі бас киіммен баланың киімін өртеуге бола ма? Ескі киімдер. Киімді өртеудің мынандай правила, ережесі бар. Киімдерді киілмейтін, тозығы жеткен любой ескі киімді сөгіңіздер. Қиқалаңыздар. Яғни киім екені көрінбесін. Киімді, бас киімді әсіресе, мына өзің тігісінен сөгіп, мынаны айландыра сөгіп, содан кейін қиып тасасаң дұрыс болады. Прямой бүйтіп лақтырма. Әсіресе іш киімдерді, тозығы жеткен, сарғайып кеткен бір жері, уже тозығы жетіп, жуа беріп, жыртылып кетеді бір жерлері. Артынан лампышкалар жанып тұрады. Сол лампышкалар жанғандар бүйтіп тастамаңыздар. Ол желмен бірге ұшып, кеше ғана тайфунда ұшып, талдардың басына ілініп, балкондардың тоқтың проволокаларына ілініп, қарап тұрмайық, ойбай, мына Русландікі ғой деп. Сонда ұят болады. Сол үшін қиып тастайсыз, сонымен кетеді. Біз күйеуіміз екеуміз 4 баламыздың есімдерін азан шақырып ат қойған жоқпыз. Өсіп қалды балалар, іштен кетпей. Енді сол өсіп қалған балаларға жақсы тәрбие беріңіздер. Сол өсіп қалған балаларға имани, рухани, ұлттық, салттық, саналық дәрежеде тәрбиені көбірек беріңіздер. Сол уже маңызды. Бір жігіт ұнайды, бірақ маған деген көңілі жоқ сияқты. Оған мен ал деп айту дұрыс па дейді. Дұрыс қой? Дұрыс. Мен ал деп айт. Ал де.
мен саған жақсы әйел болам деп айт оған. Көңілі бар болса бар қылады, жоқ болса жоқ. Сен жүрсің айта алмай, ол жүр айта алмай, өмір өтіп кетті осылай деп тұға. Сол сияқты өмір өтіп кетпесін, қартайған кезде. Мен ғашық едім ей шал саған деп пенсияның алдында екеуің Народный банктың алдында тұрып бір-бірің айтсаң, не пайда ол кезде? Ол кезде ода да бітет шаруа, сенде де бітет шаруа. Не керегі бар ол? Сондықтан қазір айт. Прямо айт, мені ал де. Алса алады, алмаса кетшей басымды қатырмай дейді. Бол, сен де көңілің орнына түседі. Күтіп армандап отыра бермейсің да.